Сәлеметсіңдер ме балалар, өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы: мен табиғаттың бөлшегімін. Мақсаты: табиғат денсаулық ұғымының адамгершілік құндылық ретіндегі мәнін ашу. Балалар, бүгінгі күнімізді психологиялық ахуалдан бастаймыз. Бәріміз бірге қайталаймыз. Табиғатым тамаша, көз тоймайды қараса, табиғатты аялап жүрейінші жараса. Сәлем саған жер ана, сәлем саған нұрлы күн, аман есен болайық. Табиғат жер ана. Балалар, әрқашанда біз өзіміздің табиғатымызды қорғау керекпіз. Ол әдемі жасыл гүлденіп, жазда жасыл гүлденеді, қыста мысалы қарға жамылады, күзде сап-сары болып жатады. Табиғаттың қорғау дегеніміз адамның өзін-өзін қорғау. Өйткені балалар, біз әрқашанда өзіміздің табиғатымызды қорғау керекпіз. Ол бізге денсаулық береді. Біз таза ауамен демаламыз. Табиғат біздің екінші үйіміз. Әрқашанда біз жазда балалар, күзде, көктемде және қыста да өзіміз орманға барып демаламыз. Ол біздің екінші үйіміз деп саналады. Ендігі балалар, табиғаттың бөлшегі дейтін сендерге әңгіме оқып беремін. Мұқият тыңдаймыз. Ертеде Данияр деген бір бала болыпты. Қалалы жерде өмірге келген, оның денсаулығы нашар екен. Жиі сырқаттанып ауруханаға түсе беріпті. Бір қызығы, дым кастығы оның онша қынжылта қоймапты. Бала болғаннан кейін өстіп науқастану керек шығар деп ойлапты. Сөйтіп жүріп, әртүрлі уколдарға, дәрі-дәрмектерге әбден еті үйреніп кетеді. Даниярдың дүниеге келгелі бері көргені қабат-қабат бекүйлер, асфальт төселген кең көшелер, жарқылдаған жарықтар, әрі-бері ағылған қалың машиналар екен. Солардың арасында жасыл желекті ағаштар мен қызыл алагүлдер кездесіп қалады. Соған таңғалған Данияр бір күні: апа, ана бейкелер мен асфальттың арасындағы әдемі нәрселер қайдан келген деп сұрайды шешесінен. Олар ағаштар мен гүлдер, бір сөзбен айтқанда өсімдіктер. Олар табиғаттың бөлшегі, дейді шешесі. Өздері сондай әдемі екен. Ал сонда әлгі табиғат та әдемі ме? Оған сөз бар ма, ұлым? Табиғат деген дүниеге ең сұлу нәрсе, сондықтан оның бөлшегі де сұлу болмақ. Ал ол табиғаттың өзі қайда, апа? Табиғат па? Дейді шешесі сәл ойланып қалып. Табиғат ол қаланың сыртында. Қаланың сыртында дейміз. Неге ол қаланың ішінде емес? Біздің осы тұрған жеріміз табиғаттың бұрынғы орны. Адамдар құрылыс салып, үй орнатып, оны ығыстырып шығарған. Түсіндім, деді Данияр. Қала болған жерде табиғат болмайды екен ғой. Дұрыс айтасың, ұлым. Табиғаттың толық өзі емес, бөлшегі ғана болады қалада. Бөлшегінің өзі мынандай әдемі, ал тұтас табиғат қандай болады екен? Мен соны көргім келеді, апа. Баланың қарапайым тілегін орындау қаншалықты қиын дейсің. Шешесі екеуі лезде қалаға сыртына шығады. Жазық даланы, тау төбесіні, шоқ тоғай мен сай жырына аралап көреді. Жалаңақ өзенде кешіп өтеді. Алақай, дейді Данияр шаттан айғайлап. Табиғат деген қандай тамаша, айнала қандай әдемі. Мұндай таза ауаны өмірі жұтып көрген емеспін. Шөбі жұмсақ, суы мөлдір екен. Апа, бұрын неге табиғатты менен жасырып жүргенсің? Балам-ау, оған уақыт болды ма? Ылғи ауруханада жүрдім емес пе? Сонымен Данияр табиғат дүниесін, яғни өзен, су, тау, шөп жан-жанымен жақсы көріп қалды. Қолы қалт етсе болғаны қала сыртына қарай жүгіріп таза ауа жұтқанша асығады екен. Кен далада асыр сап ойнап, биік жоталардың төбесіне шығады. Кеудесін самалға тосып тұрып,
тоғайға қарай жүгіреді. Өстіп таза ауада әбден тыныққан соң барып қана қалаға оралады екен. Сұлыққа ынтығып, таза ауаға құмартып жүрген баланың денсаулығы да бірте-бірте түзеле бастапты. Бұрынғыдай емхана төңіректеуде дәрі-дәрмек ішуді азайтады. Апа, білесің бе, депті бір күні ол қуанып тұрып шешесіне. Табиғаттың бөлшегі ағаш пен гүл ғана емес екен. Иә, гүл де, су да, ауа да табиғаттың бөлшегі демексің ғой. Оларға әрине дауым жоқ. Сонымен бірге мына мен табиғаттың бөлшегі екенмін. Өйткені қала сыртына шықсам болғаны өзімді еркін сезінемін. Балалар, мынандай сұраққа жауап беріңдер. Данияр табиғатпен үндестікті қалай сезінеді? Адамды неліктен табиғат бөлшегі деп атайды? Осы сұрақтарға балалар сендер жауап беріңдер. Енді балалар, мынандай дәйек сөз. Саулық қайда болса, сұлулық сонда деген мынандай мақалды біз былай түсінеміз. Табиғатты аялап, қорғасаң ғана оның сыйларын үнемді пайдаланасың. Енді балалар, сергіту сәті, бәріміз бірге қайталаймыз. Біз күздегі жапырақпыз, бұқтақтарға жабысқан. Жыл соқты да ұшып кеттік алысқа. Жерге баяу қонақтадық, тағы соқты жел келіп, жапырақты көкке ұшырды. Балалар, енді дәптер мен жұмыс 36-шы бетті ашамыз. Тапсырмам, берілген суреттердің бірінші әріптердің ортадағы әріптерді қосып, оқысаңдар табиғат бөлшегін табасыңдар. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыз.